Байлық және адамның сана сезімі, ойлау қабілеті жайлы. Көп адамдар ойлайды, бүгінгі күндегі табысының аздығы немесе бизнесінің қазір жүрмеуі, бұның барлығы жаңағы қоршаған ортадағы қолайсыздықтарға байланысты деп ойлайды. Мүмкін мен туған жерім дұрыс емес па, әлде берілген маған оқу білімім ба, ортам ба, немесе мемлекет па. Сол сияқты қолайсыз заттарды іздей бастайды жан-жағынан. Бірақ бұл өмірдегі мен түсінген зат, біздің дәрежеміз, біздің ойлау қабілетіміз және сана сезімімізге байланысты бірден. Неге? Өйткені дәулетті бай адам таза жолмен өзінің ой өрісінің арқасында таза еңбекпен табыс тапқан адамдар жайлы айтып тұрмын мен қазір. Сондай адамдардың ой өрісі көп басқа ондай жетістікке жетпеген адамдарға қарағанда өзгешеліктері өте көп. Мысалға, дәулетті жаңағы бай адамдар, жетістікке жеткен адамдар, олардың ойлау қабілетінде өте көп дұрыс қағидалар бар. Ол қағидалар қандай? Мысалға айтайық, табысы көп емес адам, ол ойлайды, еңбекпен ғана жаңағы жұмыспен өз отбасымды асыраймын деген сияқты. Бірақ дәулетті адамдар біледі, тек бизнес арқылы, жаңағы бір іспен сүйіп жасаған ісіңмен ғана үлкен табыстарға жетуге болатынын біледі. Кейбір адамдар ойлайды, жаңағы табысқа жетпеген, бұл өмірде ақша деген қолдың кірі дейді. Қазақта ондай мақал да бар. Дәулетті адамдарда ондай ой болмайды. Ақша деген олар үшін ресурс. Ол ресурсты әртүрлі заттарға, басқа да ресурстарға ауыстыра біле, оны көбейте біледі. Көп адамдар ойлайды, ақшаны сақтау керек деп. Ал дәулетті ақшасы бар қалталы азаматтар оны біледі. Ақша деген бір орында тұрмау керек. Ақша деген әрдайым жаңа жерге жылжып отырып, әрдайым өсіп отыру керек екенін біледі. Көбісі ойлайды, бизнес бастағанда адамдарға сенуге болмайды, сен өз-өзіңе ғана сенуіңе болады деп ойлайды. Ал табысқа жеткен адамдар біледі, көп адамға сеніп, оларға жаңағы қорғаштап, оларды үйретіп, команда құрып, соның арқасында жетістікке жетуге болатынын біледі. Көп адамдар ойлайды, бұл өмірде ең бастысы ақша деп ойлайды. Сондықтан ақшаның артынан жүргеннен кейін ақша одан алыстай береді. Бірақ жаңағы табысқа жеткен адамдар біледі, сен бұл өмірде ақшаны мақсат емес, одан да жоғары заттарға қою керексің. Мысалға, ол болуы мүмкін осы өмірде бақытты өмір сүру, өз отбасыңа жетістікке жеткізіп, оларды жаңағы ұлыңды болсын үйлендіру, қызыңды оқуға жеткізу деген сияқты. Ақшаның өзі мақсат емес. Жаңағы бір жақсы іс-әрекет жасау, мүмкін ол өзінің командасын, тобын алдыға сүйреп жүру, оларға жақсылық жасау деген сияқты. Көбісі ойлайды, өзіңді ойлау керексің ең бастысы деп. Бірақ жаңағы жетістікке жеткен адамдар біледі, сен қолыңнан келгенше жан-жағыңдағы командаңа, өзіңнің жаңағы сотрудниктеріне, жұмыскерлеріңе, соларға жақсылық жасап, өзінің клиенттеріңе, болашақ клиенттеріңді ойлап, соларға жақсылық жасасаң, сол жақсылық өзіңе қайтып келетін қағиданы біледі. Сондықтан осы өмірде жетістікке жеткен және де жетпеген адамдардың арасындағы айырмашылық, ол олардың ойлау өрісінде, қағидаларында тек осы заттарда. Өйткені адам деген ол осындай мыңдаған әртүрлі қағидалардан тұрады. Мынау дұрыс емес, мен былай үйрендім, былай үйренбедім. Оны сіздерге кім айтты ол дұрыс деп? Сіздің жаңағы қағидаңызды. Адам мың шақты қағидалардан тұрғаннан кейін қаншалықты сол қағидалар дұрыс болады, осы өмірдің, осы әлемнің жаратылыстың заңдылықтарына сай келеді, соншалықты сіздің өміріңіз осы өмірде ыңғайлы және де жеңіл өтеді. Қаншалықты сіз осы өмірдің қағидаларына, заңдылықтарына қарсы жүресіз, соншалықты сіздің өміріңіз қиындай береді. Сондықтан осы өмірдің заңдылықтарын іздеп жүріп, дұрыс қағидаларды жинап, оларды өз өміріңізге жаңағы іске асыру керексіз. Мысалға, мен 6 кітапты жазып тұрмын. 6 кітап, оның қазақша аудармалары да бар. Соларды оқи келе дұрыс қағидаларды қалыптастыра білу керек адам. Соның арқасында ғана
сіз жаңағы табысқа да қаржылай бостандыққа да жете аласыз. Қандай да бір курстар қатыспасаңыздар, қандай да бір SMM болсын, тағы да тағысын, финансовый грамотность дейді, маркетинг деген сияқты курстарға қаншалықты не жерден оқымасаңыз да, қаншалықты профессионалды түрде, кәсіби түрде дамымасаңыз, бірақ ой өрісіңіз дамымаса, қағидаларыңыз қате болса, олар әрдайым сізді төменге тартады. Сондықтан бұл өмірде екі қанат бірдей ұстау керек. Бір қанатыңыз ол кәсіби мамандығыңыз, оны әрдайым өзіңізге инвестиция жасап, оны күшейте білу керексіз. Екіншісі ол өзіңіздің сана сезіміңізді, қағидаларыңызды дұрыс бағытта дамытып, дұрыс қағидаларды өз бойыңызға жинай білу керексіз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Осы кітаптарды тауып, оқып, жаңа өмірге жолыңызды табыңыз.